Құрметті бизнес қоғамдастық өкілдері, құрметті мердігер құрылыс компаниялары, жобалаушы компаниялары, жалпы ұлттық пилоттық мынау жайлы мектепті салу жобасына қатысушы қызық көрсетілген компаниялардың айтатынымыз бүгінгі 23 жылдың 7 наурызында Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамы дайын күйінде тапсыру, құрылыс және жобалау бойынша кешенді жұмыстарды сатып алуға конкурс жариялаған. Өтінімдердің қабылдау соңғы күні 23 жылдың 17 наурызында сағат 18:00-де болып белгіленген Астана уақыты бойынша. Алматы қаласының әкімдігінің хатына сәйкес ұлттық жоба шеңберінде мектепті сатып алу жоспарланған Роза Бакиев Қожабеков көшесіндегі жер телімі мемлекеттік жекешелік әріптестік арқылы дайын объект сату ретінде іске асыру механизміне сәйкес және де мұндайда Шымкент қаласындағы орын алған мектеп бойынша 2 мектептің қысқартуына сәйкес біз конкурстық құжаттамаларға өзгеріс енгізуіміз себеп болды. Сондықтан да жоғарыдағы аталған өтініштердің негізінде 23 жылдың 15 наурызда аталған қалаларда конкурс бойынша лоттар саны азайтылды. Сондай-ақ Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамының атына Атамекен ұлттық кәсіпкер палатасы, құрылысшылар қауымдастықтары мен одақтары, жобалаушылармен және әлеуетті жеткізушілерден конкурстық өтінімді қамтамасыз ету ретінде банктік кепілдіктерінің шығару қысқа мерзімдерін белгілеу бойынша жобалау компаниялары үшін арналған біліктік талаптардың жеңілдетуді және жұмыс тәжірибесі ретінде мектептерге қосымша құрылыстарды қабылдау туралы бір қатар өтініштері келіп түсті. Осы себептер негізінде біз өтінімдерді қабылдау мерзімін 23 жылдың 29 наурызына дейін ұзарта отырып, конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдадық. Әлеуетті жеткізушілерге ойылатын келесі талаптар жеңілдетілді. Атап айтсақ, консорциум құрамында жұмыс тәжірибесін растау мүмкіндігі бірнеше жобалық компанияларға берілді. Бұрында бір компания болса, біз қазір бірнеше жобалау компанияны қосып отырмыз. Соңғы 10 жылдағы жалпы жобалау тәжірибесін біз 15 жылға ұзарттық. Және де бірінші санатта 20 жоба болса, 15-ке өзгертілді, төмендеді. Екінші санатта 15 жоба 10 жобаға азайтылды. Және үшінші санатта 10 жоба 5 жобаға өзгертіліп, төмендетілді. Және де жаңағы айтып отқан мектептерге қосымша құрылыстарды салу жұмыс тәжірибесі әлеуметтік объект ретінде қабылданатын болады. Бүгінгі таңда 187 мектептерге жарияланған барлық 20 конкурс бойынша сатып алу веб-порталында кіріп шығу статистикасына сәйкес бизнес қоғамдастық өкілдерінің конкурстарға қатысуға қарқындық белсенділік пен қызығушылық тенденциясы бар. Атап айтсақ, 27383 адам бұл конкурс құжаттамаларын ашып көрген. Оның 40056 жаңа құжаттаманы көшіріп алған. Және де кешегі таңда 38 компания уже қатысқан өзінің құжаттамаларын тапсырған болатын. Және де бізден көптеген телефоннан сауалдар келіп жатыр. Осы 7 мен 16 наурыз аралығында барлығы 1040 телефон соғылған. Оның 807-сіне жауап берілді, 233-не телефон жүйесі бос болмау себебінен жауапсыз қалынды, бірақ кейіндерде олар жауабын алған болды. Кейбір жерлерде мүмкін электрондық порталы істелмей жатыр деген сауалдар да туылды. Бірақ бұл жерде барлығы мұқият қарау керек. Ең бастысы сол құжаттаманың
бұл конкурстың тәртіптерін егжей тегжейлі оқу керек. Және дегі оның көлеміне сәйкес тіркеу керек болып тұр. Осыған байланысты конкурстық өтінімді бір архивтелген файлмен немесе PDF форматында жүктеу керек. Оның өлшемін көптеген бағдарламалық жасақтама мен интернет ресурстардың көмегімен азайтуға болады. Сонымен бірге жүктелген файлдың максималды көлемі 200 мегабайттан 2 гигабайтқа дейін ұлғайтылды. Жалпы веб-портал штаты режимді жұмысын жасап отыр. Және де бізде бұл телефонда бірленеде 3-4 маман отырып, бірден жауаптарын алып отыр. Көбінде компаниялары конкурстық құжаттамалармен мұқият таныспаған. Негізінде олардың жауаптары осы құжаттамада көрсетілген. Мысалға, сұрақтардың бірінде консорциумыз дегеніне, веб-порталға қалай тіркелуге болады, өтінімдер қағаз жүзінде жеткізіле керек па, құжаттарды нотариалды түрінде куәландыру қажет па деген сұрақтар туып уақыт алуда. Оны егерде осы конкурстық құжаттаманы басынан аяғына дейін мұқият оқысаңыздар, о жерде бәрі де жазылған. Сол себептен де бизнес қоғамдастық өкілдеріне өтініш бұл конкурстық құжаттаманы тағы да болса мұқият танысып, егжей тегжейлі қарастырыңыздар. Конкурстық құжаттама бойынша жиі қойылатын сұрақтарға түсіндіру үшін мынаны атап өткен жөн. Бір жобалық компания конкурсқа әртүрлі құрылыс компаниялары мен әртүрлі консорциумның құрамында қатыса алады. Екінші, өтінімде қамтылған құжаттар сатып алу веб-порталы арқылы SKSN, KAZ, Network электрондық құжат нысанында ұсынылуы тиіс. Ал банктік кепілдік өтінім құрамында электрондық түрде беріліп, сонымен қатар оның түп нұсқасы тапсырыс берушінің атына уәкілетті тұлға арқылы сенімхат бойынша да болады тапсыруға тиіс, қолма-қол. Үшінші, сатып алу веб-порталының банктік жүйелермен интеграция болмауына байланысты электрондық банктік кепілдік қабылданбайды. Төртінші, егер құжаттардың түп нұсқасы болса, консорциялық келісімді қоспағанда барлық құжаттарды нотариалды куәландыру қажеті жоқ. Жобалау компаниясына мектептердің сыйымдылығы әртүрлі конкурстарға, лоттарға қатысуға жол берілмейді. Яғни, жобалық компания мектеп сыйымдылығының бір желісін ғана таңдауға құқылы. Айтып отқан сұрақ жауаптарымызды менің осы ақпаратымнан кейін кесте ретінде тіркеледі. Тағы да айтып өтетін өтінішіміз бұл құжаттамаларды мұқият қарап, одан кейін мысалға біз 5-15 күндік аралығында конкурстың нәтижелерін шығара береміз. Бұл конкурстың комиссияларында бұрынғыдай айтылғандай қоғамдастық қауымдардан, атамекеннен, ұлттық палатасының мүшелері, 3-4 әкімшіліктердің өкілетті азаматтары, және дегі фондтың қоғамдық кеңесінің мүшелері барлықтары қатысып, қорытындысын бізбен бірге бақылайды. Сол себептен де қай уақытта жаңағы құжаттамалар тексеріліп, екі тексерілгеннен кейін егерде қателері болып жатса, 2 жұмыс күні уақыт беріледі. Сол 2 жұмыс күнінде аталған кемшіліктерді дұрыс түзетіп жіберулеріңіз парыз. Бұл әтпесе егер о жерде сіздер қателік жіберсеңіздер, онда екінші рет ондай мүмкіншілік болмайды. Сол себептен де біз мұқият болуларыңызды сұраймыз. Кейбір өңірлерде атап өтсек, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, сол өңірлерде біз ол 15 күнді күтпей, ертерек мүмкін 5 күннің ішінде де шығарып береміз конкурсқа қатысушылардың нәтиже қорытындыларын.
Сондықтан да барлықтарыңызға іске сәт табыс тілеймін. Рахмет.